Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы, жоғары медициналық колледжі, номері 4-ші арнайы пәндер ЦАК микробиология пәнінің оқытушысы Есенжолова Мақпал Алдиярқызы боламын. Бүгінгі менің өтетін сабағымның тақырыбы санитарлы микробиологиялық зерттеу жүргізудің негізгі принциптері. Жалпы санитарлы микробиология дегеніміз не? Ол бізде қоршаған ортада ауа, су, топырақ, тағам, тұрмыстық заттарды, яғни сол микроорганизмдерді зерттеп, олардың адам денсаулығына қауіптілігін анықтайтын микробиологияның бір саласы болып табылады. Бұл әдістер, яғни бізде зерттелетін объектілерде жалпы микробтық санды, санитарлық көрсеткіш микроорганизмдерді анықтауға, патогенді микроорганизмдерді зерттеуге, олардың метаболиттерін анықтап табуға және сапасыздығын, олардың қандай көп мөлшерде ластануы сапасыздық деп алынады. Соларды анықтауға бағытталған ғылым саласы деп береміз. Негізгі мақсаты қоршаған ортадағы патогенді микроорганизмдерді анықтау, инфекцияның таралу жолдарын зерттеу болып келеді. Ал негізгі міндеттері микроорганизмдерді табу және оларды анықтау, санитарлық көрсеткіш микроорганизмдерін зерттеу, оның ішіне су, тағам, ауа сапасын бағалау кіреді, дезинфекция тиімділігін тексеру болып табылады, инфекция көздерін анықтау кезеңдерінен тұрады. Зерттеу әдістерін негізгі 4 әдіспен қарастырамыз: бактериологиялық, микроскопиялық, экспресс әдістер және сериологиялық әдістер кезеңнен тұрады. Бактериологиялық ол қоректік ортаға егу арқылы микроорганизмдерді өсіріп зерттейміз. Микроскопиялық, яғни микробтарды микроскоп арқылы көреміз. Серологиялық ол бізде антиген мен антиденелерді анықтаудан тұрады. Ал экспресс әдістер ол полимеразды тізбекті реакция әдісін қолдану болмаса, түрлі бағалау әдістерімен жүретін әдістер кезеңін айтамыз. Негізінен микробиологияда зертханалық объектілерді санитарлы эпидемиологиялық бағалаудың 2 әдісін қолданамыз. Ол бізде патогенді микроорганизмдерді тікелей анықтау әдісі бірінші болып табылатын болса, екінші микроорганизмдерді жанама анықтау әдісінен тұрады. Негізінен патогенді микроорганизмдерді тікелей анықтау әдістері, яғни салыстырмалы, дәл, сенімді көп еңбекті талап ететін әдіс болып табылады. Тікелей әдіс зерттелетін материалдарды қоректік ортаға егу арқылы бактериологиялық зерттеу жүргіземіз оған, және нуклеин қышқылдарының гибридизациясын жүргіземіз, полимераздық тізбекті реакцияны жүргіземіз, серологиялық реакциялардан және биологиялық әдістерден кезеңінен тұрады. Патогенді микроорганизмдерді ол бізде жинақтама, жанама әдісі, анықтау әдісі, яғни жалпы микробтың санын анықтап береміз. Санитарлық көрсеткіштерге микроорганизмдердің санын береміз. Бұл қоршаған ортада оның қоздырғыштарын болу түрін жанама түрде анықтау үшін бізге мүмкіндік беретін әдіс кезеңдерінен тұрады. Тікелей анықтау әдісі нәтижесінде келесі факторлармен әсер етеді. Яғни қоршаған ортада патогенді микроорганизмдердің микрофлорасының 1-30 мыңын ғана құрайды. Ал екінші кезеңде бір қоздырғышты бөліп алу арқылы басқа патогенді түрдің болуына кепілдік бола алмауы болып табылады. Санитарлық микробиологиялық зерттеулердің негізгі принциптері. Яғни бұл жерде бізде нәтижесінде әртүрлі факторлер әсер етуі мүмкін. Ол факторлердің дұрыс орындалу үшін бізде арнайы шарттарды орындауы керек. Яғни үлгілерді дұрыс алу керек, жүргізілетін анализдердің қайталану жиілігін тексеру керек, жүргізілетін анализдерді тек белгілі бір стандарттар арқылы және уницифрленген әдістер арқылы қолдануымыз қажет. Ол жерде уницифрленген дегеніміз тікелей және жанама деп біз оны 2 топқа бөліп қарастырамыз. Комплектті түрде оны қолдануымыз қажет. Объектілерді бағалауға алынған нәтижелерді жинақтай отырып, ол жерде органолептикалық, физикалық, химиялық секілді әдістерден алынған нәтижелерді ескеру қажет болып табылады. Негізінен біз 7 принцип бар. Берілген санитарлы микробиологиялық зерттеудің 7 принципіне тоқталамыз. Ең бірінші принцип ол бізде азықты дұрыс
азықтан дұрыс сынама алуымыз керек. Яғни санитарлық микробиологиялық зерттеуде ең керектісі болып табылады, ол қатаң тексерумен, залалсыздандырумен сипатталады. Ал екінші кезеңі, ол бізде екінші принципі қатарынан бірнеше анализді жүргізу арқылы тексеру. Ол тексерілетін объектінің ерекшелігін тексереміз біз. Яғни су, ауа, әртүрлі микроорганизмдер болатын жерлер тексеріледі. Ол жерде бізде олар әр жерде әртүрлі тарағанмен, сонымен қатар микроорганизмдермен бір-бірімен биоцинетикалық байланыста жүре ме. Бұл кейбіреулерінің өлуіне және ол жерде басқаларының активті көбеюіне әкеп соқтырады. Біз осыны зерттеп тексеруіміз керек. Бұл екінші принциптің қағидасы болып табылады. Ал үшінші принцип кезеңінде біз қайтадан сынама алу принципі, яғни бұл нақты қорытынды алу үшін керек. Бұл жерде бізде тексерілетін объектілердің барлық жағдайларына, суға болсын, ауаға болсын, байланысты микрофлоралар уақытқа және кеңістікке өзгеріп отырады. Қоршаған ортаға зардапты микроорганизмдер аз мөлшерде түседі және бірде тегіс таралмайды. Сондықтан сынамаларды алу кезеңінде бізде объектілердің биологиялық кезеңін анықтап отыруымыз керек. Этап дұрыс жүргізілді ма, дұрыс тексерілді ма, нәтижесінде қандай нәтижені берілді. Келесі кезеңі бұл төртінші принцип, яғни стандартты және уницифрленген тексеру әдісі болып табылады. Бұл жерде берілген жаңағы екі әдіс арқылы тікелей және жанама әдіс арқылы жүргізу және нақты берілген протокол бойынша, норматив бойынша тексеріліп жатыр ма, өзіне берілген, бекітілген госпрограмма бойынша жаңағы инструкцияға сай лабораториялық салыстырмалы түрде анализдер жүргізілді ме, осыны тексеріп зерттеуіміз қажет. Келесі бесінші принцип, яғни комплекс тестілер арқылы зерттелетін жаңағы объектілерге әртүрлі санитарлық микробиологиялық сипаттама беріп, ол жерде баға беру үшін қолданамыз. Зардапты микроорганизмдердің тексерудің тікелей және жанама әдістері бар. Бұл жерде кейінгі әдіспен адам мен жаңағы малдардың нәжісі арқылы сыртқы ортаның объектілерін ластануын анықтаймыз. Ал жанама тестілерге микробтардың жалпы санын, санитарлық көрсеткіш ретінде пайдаланатын микроорганизмдердің саны мен олардың құрамын анықтау үшін қажет болып табылады. Алтыншы принцип, яғни зерттелетін объектілерге бізде санитарлық микробиологиялық тестілерді гигиеналық көрсеткіштермен бірге есептей отырып, оларды жинақтап, оларға жаңағы нормативті берілген бекітілген ГОСТ бойынша органолептикалық, физикалық, химиялық стандарттарға сай келеді ме, осынысын тексеруіміз қажет болып табылады. Ал жетінші принцип, яғни санитарлық дәрігердің жауапкершілігі болып табылады. Бұл жерде зерттелетін, жаңағы зерттелуге берілген нәтижелердің нақты, дұрыс, қорытынды тұжырым жасау кезеңі. Яғни санитарлық микробиологиялық зерттеудің арқасында тағамдық өнімдердің бұзылу дәрежесін тексеру керек, оны біз пайдалануға бола ма, халықтың денсаулығына қауіпті емес пе, біз осының барлығын зерттеп анықтап беруіміз қажет болып табылады. Санитарлық микробиология кезеңі жаңа айтылғандай су, ауа, топырақ, тағам өнімдері секілді кезеңдердің осылар біз қолданатын өнімдердің бізге қанша, оның организмінде қанша микроорганизмдер бар, микробтар кезеңдері неден тұрады. Біз соны санитарлық микробиология кезеңінде зерттеп анықтап беруіміз керек. Келесі тоқталатын болсақ, ол сүт және оның ластану көздері. Сүт, ол бізде сүтқоректілердің сүт безінен бөлінетін секреті болып табылады. Оны қанның құрамдас бөлігінен, яғни альвеолалардың эпителиялық жасушаларын синтездеу арқылы аламыз. Альвеолалар сүт шығару өзектері, яғни сүт цистернасы және емзік каналы арқылы сыртқы ортамен байланыста болғандықтан, ол жерге бізде микробтар енуі мүмкін. Олардың кейбіреулері жаңағы сүт үшін қолайлы, қоректік орта болып саналады. Сүттің құрамында май қышқылдары, амин қышқылдары, нуклеин және дәрумендер, лактоза, сүт қанты, минералдық заттар және көп мөлшерде ферменттер бар. Микробтардың мөлшері әдетте емзік каналы мен сүт цистернасында көбірек кездеседі. Микробтардың біраз бөлігі бактерицидтік заттардың әсерінен өлсе, осы әсерлерге төзімдірек болып тұратын микрококкалар өздерінің қасиеттері жағынан ішектің
вирустың сүт қышқылды стрептококкаларына айналып сол жерде өсіп өнеді. Ауаның микрофлорасына тоқталатын болсақ, құрамында бізде бактериялар, вирустар, зең саңырауқұлақтары жатады. Ауада кездесетін микроорганизмдер түріне біз жатқызамыз стафилококктар, стрептококктар, туберкулез, микобактерияларын. Сапасын бағалау кезеңінде патогенді микробтардың болмауын сапа арқылы біз сапасын бағалаймыз. Так, келесі судың микрофлорасында, яғни суда болатын микроорганизмдер, ішек бактериялары қандай, вирустар, қарапайымдылар, зерттеу әдістері кезеңіне мембраналық сүзгі әдістері жатады, титрлеу әдісі тұрады, қоректік ортаға егу жатады. Сапасын бағалау критерийі ретінде коли титр, коли индекс, жалпы микроб саны кіреді. Топырақтың микрофлорасы, яғни құрамына бізде бактериялар, саңырауқұлақтар, актиномицидтер жатады. Топырақтағы маңызды микроорганизмдер болып табылады, яғни ол біз жерде бізде шіріткіш бактериялар, спора түзуші микробтар жатады. Сынама алу арқылы біз оны зерттейміз. Сұйылту әдісі, қоректік ортаға ену, микроскопиялық зерттеу арқылы біз оларды түрлі сапасын анықтап бағалап береміз. Сапасын анықтаған кезде біз оларға нақты микроб саны қанша екенін анықтаймыз, ішек таяқшасының болуы болмауы және патогендердің болуы болмауы секілді нәтиже береміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.